Декрет бала бағу үшін мемлекет тарапынан әйел адамға берілетін заңды демалыс. Декретке ер адамдарда шығуға болады, бірақ бұл біздің елде сирек кездесетін құбылыс. Әйел үшін декрет өмірдегі ең жауапты, шыдамдылықты, жинақылықты қажет ететін қиын кезең. 24 сағат үйде отыру, ешкіммен бұрынғыдай етене араласпау, үй шаруасынан көз ашпау, жүйкені біраз жұқартады. Ғалымдар еркектің әйел энергиясынан қуат алатындығын дәлелдеген болатын. Олай болса, отбасы ішіндегі жайма-шуақ ауа райы тікелей нәзік жандардың мықтылығына байланысты. Декреттегі әйел отбасында өзінің денсаулығын да сақтап қалғысы келсе, мына бір ескертпелерді естен шығармағаны шарт. Ақша үнемдей отырып, өзіңізге киім, косметика, қысқасы қажет заттарды сатып алып отырыңыз. Үйде отырсаңыз да өзіңізді жақсы көріңіз. Сыртқа шығып тұрыңыз, достарыңыз бар болса тіпті жақсы. Отырыстардан қалмаңыз. Қалада достарыңыз болмаса, жаңа дос табуға тырысыңыз. Демалыс күндері бала қарауды жолдасыңыздың мойнына жүктеңіз. Өзіңіз де басқа шаруаларды бітіресіз. Әрі бала әкесінің тәрбиесін алады, мейірім шапағатына бөленеді. Егер сіз ата-енемен бірге тұрсаңыз, баланы олардан қызғанбаңыз, қайта бағуға беріңіз. Баққысы келмесе мәжбүрлемеңіз. Бала өзіңіздікі, сізден артық оған ешкім қарай алмайды. Балаңыздың аман саулығын ойлап, бүгінгі тіршілігіңізге тәубе деңіз. Ауру баласына қарап күні-түні Алладан дертке дауа тілеп жүрген қаншама ата-ана бар. Бала денсаулығы, оның тыныш ұйқысы ата-ана үшін басты байлық екенін түсініңіз. Үй жиналмай, тамақ жасалмай қалды деп уайым шекпеңіз. Бастысы бала қараусыз қалмау керек. Тамақты күйеуіңіз келгеннен кейін-ақ жасауға болады. Бәріне уақытылы үлгеру міндетті емес. Сіз әйелсіз, анасыз. Балаға ең бастысы дені сау ана керек. Ешкім ана орнын алмастыра алмайды. Сол себепті кейде қолды бір-ақ сілтеп, аяқты көтеріп демалыңыз. Рухани да тынығыңыз. Күйеуіңізді патшадай күтіңіз. Алайда өзіңіздің патшайым екеніңізді ұмытпағайсыз. Күйеуіңіздің де соны естен шығармауын қадағалаңыз. Сіз дүниеге жаңа адам әкелген анасыз. Одан асқан ұлылық жоқ. Өзіңізбен, бөпеңізбен мақтаныңыз. Бала сүйе алмай жүрген жандарға қарап, барыңызды бағалаңыз. Күліп жүріңіз, көтеріңкі көңіл күйде жүріңіз. Ең бірінші кезекте балаңыз үшін. Бала бәрін сезеді. Оның келешек өмірі жарқын болу үшін сіз жайдарлы болуыңыз қажет. Бұл да бір тәрбие.